Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің тұрақты оқырмандарым және де жаңадан келген оқырмандар. Мен бүгін жылдам жасалынатын салатпен бөліспекшімін. Бар болғаны 3 ингредиенттен тұрады. Соның бірі қияр. Осы қиярды жақсылап осылай жұқалап тураймызды. Енді соломка етіп турайтын боламыз. Қатты ұзын етпейміз. Міне осылай тігінен жақсылап майдалап турайтын боламыз. Мен 2 қиярды пайдаландым. Бұл кішірек бір салатқа және де 2-3 адамға да арналған. Осылай жақсылап турап аламыз. Шұңғылдау ыдысқа саламыз, араластыра алатындай. Бұл салатты қонақ келіп қалғанда жылдам дайындай салғанға өте ыңғайлы. Және де дәмі де бір әдемі болады. Енді көк пиязды осылай қиғашынан тураймыз. Тек пияз жағын алмадым, осы жасыл сабағын ғана қолданатын боламыз. Дәл осылай қиғаштап турасаңыздар, салатта өте әдемі көрінетін болады. Міне. Егер ұнатсаңыздар, укроп турасаңыздар да болады. Кішкене ғана укропты осылай майдалап турап жібердім мен. Енді сол қиярымыздың бетіне саламыз барлығын. Жұмыртқаны да дәл солай соломка етіп турайтын боламыз. Ұзынша етіп, яғни кішірек 3 жұмыртқаны қолдандым мен, сіздер 2 үлкен жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Және де өздеріңіздің салаттарыңыздың количествосына да қарай. Егер де көп жасау керек болса, ингредиенттерді тағы да көбейтіп жасай берсеңіздер де болады. Барлық жұмыртқаны дәл солай турап шығамыз. Енді ең соңында жасыл бұршақты қосамыз. Жасыл бұршақты менде кішкентайынан осы біреуін сала салдым. Егер де көп болғанын қаламасаңыздар, аздау салсаңыздар да болады. Енді майонез саламыз. Егер де майонезді қаламасаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген майды пайдалансаңыздар да болады. Соусты немесе енді дәміне қарай тұз, бұрыштарыңызды қалауларыңызша салыңыздар. Енді барлығын жақсылап бір келкетіп араластыратын боламыз осы ыдыстың ішінде. Иісі жарардай өте керемет болып тұр. Егер де жасасаңыздар өкінбейсіздер, өте дәмді шығады. Маған қатты ұнады бұлай жасаған. Егер де қаласаңыздар, жасыл бұршақтың орнын жүгерімен де алмастырсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Және де енді әдемілеп тарелкаға салып дастарханға ұсынатын боламыз. Жалпақ тарелканы мен ортасына салып ұсынбақшымын. Енді қалай әрлеп берсеңіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша астына жасыл жапырақ қойсаңыздар да болады. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, және де жанында колокольчикті де баса кетіңіз. Менің каналыма шыққан әрбір рецепті сіз жіберіп алмайсыз. Сондықтан да колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Және де менің видео рецептерім ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз, лайк баса кетіңіз. Әдемілік үшін бетіне укропты осылай кішкене қойып қойдым. Осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады, және де менің рецептіммен жасап жатсаңыздар, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.